Сәлем, бүгін сәбізден бәліш жасауды ұсынамын. Видеоның соңына дейін көріп, менің каналыма тіркеліңіздер. Әлі де жаңадан рецепттер болады. Ең алдымен 3 жұмыртқаға 200 грамм қантты салып, жақсылап миксерлейміз. Бір қасық сұйық майды құямыз. Оған жуып тазартылған теркадан өткізілген морковты қосамыз. Морковты кішкентай теркадан өткізу керек. Менде болмағандықтан мен сондықтан ірі теркадан өткіздім. Разрыхитель бір қасық қосамыз. Оған 200 грамм ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Формамызға май жағып, немесе пергаментный бумага төсеп, бәлішімізді құямыз. 180 градуста қызып тұрған пешке пісіріп аламыз. 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Пирогымыз өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сондықтан жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қоңырауды басып қойыңыздар, әлі де жаңадан рецепттер болады. Рахмет сіздерге.